Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Абай атамызды жақсы көретін абайшыл қауым біледі. Біз қасымдағы отырған жас абайтанушы Абылай Нұрланұлы екеуміз Даналық дариясы деген бір жобаны жарты жыл болды ма бастап хабарлар жүргізіп келе жаттық. Ол Абай мен Шәкәрім мұрасын түсіріктеме беруге арналған жоба бұл. Содан Абай атамыздың тойының алдында бұл үзіліп қалды. Себебі тойға қатысты хабарлар берілді. Оның арасында ТВ каналы техникалық ақаулықпен біраз тұрып қалғанын білесіздер. Сондықтан осы Даналық дариясынан хабарымызды қайта жалғастырғалы отырмыз. Енді Абай тойы өтті екен деп бәр тоқты қалуға болмайды. Абай ол жалғаса беру керек. Абайдың сөзі ол мәңгілік. Сондықтан біз енді Даналық дариясы жобасымен бір үш тақырыптай қалды. Соны аяқтаймыз. Сол бүгінгі тақырыбымыз Абайдың дінге деген көзқарасы туралы. Осы туралы біраз айтып кетейік. Енді мына жалпы дін деген өте күрделі ұғым деп саналады. Абайдың да дінге деген көзқарасы, өзінің арнайы көзқарасы барын білеміз. Екі жағынан қарасаң, дінге деген ол не қарапайым нәрсе дін деген. Дін деген ол Құдай бар, адам бар. Екеуінің арасын жалғастырушы жіп. Арқан демегенде жіп, нәзік жіп. Ол үзіліп те кетуі мүмкін, болмауы мүмкін, бірақ жіп болу керек. Соны дін дейміз. Дінсіз жеке адам да, қоғам да болуы мүмкін, бірақ ол алысқа бармайды. Себебі жаратушымен байланысы өте маңызды ғой. Тәрбие дейміз. Тәрбие деген сөздің өзі осы жіпке байланысты. Жаңа жіп болса тәрбие аласың. Жіп болмаса оларға зайырлық тәрбие, отбасылық тәрбие, тәрбиенің түрлері көп, бірақ айналып келгенде түптен негізгі тәрбие көзі ол жаңағы дін арқылы Құдайды тануға тіреледі. Сондықтан дін туралы неге күрделі болып кетті десек, қауым дін өзі жерге жіберілгенде ол барлық проблема шешуге жіберілді. Мынау жолың мынау, бұлай өмір сүресіздер, халқым деп Алла тағала, мейірімді, рахымды Алла тағала жіберген. Бірақ ол сол проблема шешетін емес, кейде өзі проблемаға айналып кетіп отыр. Талас тартысқа. Ол діннің де кінәсі емес, Құдайдың да кінәсі емес. Ол қауымның, адамның өзіміздің білместігімізден, қателігімізден болатын нәрсе. Сондықтан енді Абайдың дінге деген көзқарасын бастайық. Мен сұрақтарымды қойсам осы Шәкәрім атамыздың бұл күндегі діндердің бәрі нашар, ешбірі түзу емес, көңіл ашар деген өлеңі бар ғой. Осы өлең туралы сол діндердің неге нашар деп, сонда 20 ғасырда солай болды ма? Қазірде бұл діннің нашар бола бастаған өзі 19 ғасырдан басталған. Мұны Еуропаның техникалық табыстарына байланысты сенім шайқала бастады. Мұны Құдай істеуге өзіміз ұшып жүрміз ғой, жердегі сүңгіп жатырмыз ғой. Пароход, пойызда, самолет ұшып жатыр, енді Құдайға орын болмай қалғандай болып көрінді. Содан ақыры ол материалистік ілім күшейіп, позитивизм дейміз, дарвинизм дегендер күшейіп, дінді шайқалта бастаған кезде, соны Шәкәрім көріп отырып айтқан, діннің әлсіздігіне мұнаның бәрі кетіп бара жатқанымыз. Бәрі нашар деген, ол діннің мәнін ұқпай, адамзаттың көңілін санасын аша алмағандықтан, ол біз өстіп барамыз деп, дінді кінәлап отырғаны, ол сол заманның көрінісі. Расында да айтып жатқандай 20 ғасырдың басында немене революция басталып кетті. Совет одағы деген Қызыл империя құрылды, дін қайда қалды деген проблема туды. Бұның әр жағында Шәкәрім айтайын дегені діннің нашар болуы, ол діннің өзі жіберілгенде адамзатты бір бауыр қылмақ болатын. Мейірімге бөліп, әділеттілік орнатып, бірақ оны кім бұзып дұспанды қару жасап отыр. Оны жаңағы түсінбей өзіміз адамзаттың өзі білдіріп отыр деген осы өлеңді соны айтады. Ешбір түзу емес, көңіл ашар дейсің, көңілді нетпейді деп тұр, көңілді шықпайды деген сияқты. Көңілді ашу деген жүрекке жете алмай тұрғандық, материалды
сырт қаптау сол алып кеткен дінді. Заттық прогресс. Дінге де бір материалдық деп қараймыз. Діннің ол материал емес, дін рухани нәрсе. Ол дінді материалдық деп қарасаң, ол жауласа бастайсың. Анау христиан, мынау мұсылман, анау жақсы, мынау жаман әңгіме кете береді. Материалдық көзқарастан сол. Дін ол рухани нәрсе, рухани құндылық. Енді мына діннің ішкі мәні мен сыртқы формасы туралы осы жайында Абайдың айтқан сөздері бар ғой. Иә. Сол мазмұн деген не, жаңа форма деген не, мән деген. Абай осыны көп айтып түсіндіріп кеткен ғой. Ол дейді, дін дейді, ол ана сол имамның немен кәмелет табаттығын білмей тұрып дінді ұстаған дейді. Ол намашыл, оразашыл болған дейді. Ол нәтиже бере алмайды дейді. Сенің иманың одан кәмелет таба алмай қалады. Толымды ғибадат деген. Толымды ғибадатқа келеді деген. Ол жалпы дін ұстаған жақсы. Дін өте адамдарға көп нәрсе береді. Бірақ соның ішкі мәнін кәмелетін біліп ұстасаң, нұр үстіне нұр. Сонда ол дін өзін-өзі магнит сияқты тарта бастайды, жасты үлкенді. Егер де материалдықтан қараса, ол дінді жаңағы намашыл, оразашыл болып жүрген адамдар, ол діншілдікке орнады, дінге фанатизм. Фанат құрметті азайтып жібереді, халықтың көзқарасы басқаша болып кетеді. Сонда бұнда ішкі мән таба білу керек қой. Иә, ішкі мән деген ол рухани нәрсе. Иман деген таза рухани нәрсе. Оны материалдықпен қаптамау керек. Біз материалмен қаптаймыз да, сол иманның өзін мұны бірнеше неге бөліп тастаймыз. Адамзаттың өзін бөліп. Анау Будданың иманы мұнау, мұсылманның иманы мұнау. Құдай бір, бірақ біздікі алды, анадардікі алды емес, баяғы басқа. Ол жарамайды деп. Ол келмейді. Рухани әлемде ондай қалалау деген жоқ. Тұтас бір әлем деп қарайды бәрін. Сондықтан Абайдың ішкі мәнін өте көп айтатын сол. Егер ішкі мәнін білмесең де, ол сыртқы күзетіп қойғаныңнан не пайда. Қоран күзетіп тұрсың, ішінде қой бар ма, жоқ па, сен оны білмей жатсың. Ондай пайда не дейді? Тағатқа ғана мән бергендік. Екіншіден дейді, жаңағы не, жарайды, иландым деп ант су іштің, қабылдадың исламды немесе басқа христианды. Оның не пайда дейді? Сенің инанып бағана иландым, иланбадың, Құдайға да керек жоқ, қоғамға да керек жоқ. Оның керек жері дейді, сенің әрекетіңнен көріну керек. Сол пайда алуың керек. Иман келтіргеннен пайда алып, сен өзің мінезіңде, ісіңде көрінсе, міне дін деген сол деп ұқтырады. Бізде көбіне жастар мысалы үшін ойлайды, ана мешітке барып таза жүремін, енді шымдестірімді таза деп ойлайды. Әрекетке бармаса, ол әлі мұсылман жол емес. Әрекет өте маңызды. Иман бір қанаты, ихсан деген әрекет екінші қанаты мұсылмандықтың. Әрекетіңнен көріну керек. Сен мейірімді болып, бәріне көмектесіп жүрсең, туысқаныңа бірінші кезекте. Сені бірден-ақ мұсылман деп мойындай бастайды. Сен өзің тәкаппар, өзімшіл болып жүрсең, ол сенің мұсылмандығың көрініп қалады. Ол шала мұсылмандық немесе түсінбегендік болып саналады. Бұнда шын илану дейді ғой, соның дәлелі қандай, шын илану деген? Шын илану жаңағында айтып отырған әрекеттен көрінеді. Сен көптің қамын ойлайтын болсаң, атаның баласы болма, адамның баласы болсаң, болады ғой адамдар, кішкентайынан болсын ер кездегі айналайды, бәрі көмектесіп. Міне илану деген сол, оның жүрегінде Алла Тағала өзі иман салып тұр, кішкентай баланы. Үлкен адамдар өзі саналы түрде соған бару керек. Саналы түрде жомарт болу керек, саналы түрде сырапшыл болмай, қонақжай болып, бәрі де саналы түрде болу керек. Былайша айтқанда алла разылығы үшін істеймін деген сөз жүрегіңде тұрса, шын илануға келеді. Шын илануға келеді. Құр ауызбен айтылған алла деген сөз жеңіл, одан не болмайды? Мұсылмандық болмайды. Кәмелетқа жетпейді. Кәмелетқа жете алмайсың. Адам өзі, есті адам өзі жыл сайын есі кіре беруге, көбейе. Сондай процесс болмай қалады. Егер әрекетінде болмаса. Сонда дін ұстай алсаң қасиет, ұстай алмасаң қасірет дейді ғой, сонда адам қасиетін аша түсу керек қой,
Иә, діннің маңызы сол, ол өзінің әлгі жақсы адам ретінде көріне беру керек. Жомарттығы жағынан болсын, білімі, ғылымы болсын, қай жағынан да иә, ілгерілеу керек. Әрекетінен көріну керек. Енді қазір тәңіршілдік туралы, тәңіризм сол жайлы көп айтылып жатыр ғой. Осы ислам мен тәңіршілдіктер, тәңіршілдік көзқарас үйлесе ала ма бір жерге? Бұл енді түсінбегендік болып жатыр ғой. Тәңіршілдік деген соны түсіндіріп жүрсеңіз. Тәңіршілдік деген ол табиғат арқылы Құдайға мойындау. Табиғат, онда кітап жоқ қой, Құран кітап жоқ. Бірақ табиғаттың құбылысын мықтап бақылаған адам көшпелі кезде солай болған. Ай бен жұлдызды қарап, табиғат қыс қалай болатынын алдын ала болжап біліп, табиғатпен қатар өмір сүрген, ешқашан суды былғамай, бірдеңе түкірмей, бәрі табиғатпен бірге өмір сүрген адам, ол Құдайды сезінеді. Құдай өз жүрегін салады оның. Гармония да? Гармония, Құдай, адам, әлем, осы үш нәрсе гармонияда болу керек. Осы тәңіризм деген осындай гармонияда өмір сүрген қоғам алдында. Бұл кезде болған жоқ қой техника ешқандай. Арбаның өзі болған жоқ. Бүкіл әлем тәңіршілдік не болды дінде. Қазір шаманизм, бәленбай деп бөлеміз, бірақ ол негізі түбінде бәрі тәңіризм, табиғатпен бір. Одан кейін неше түрлі даму басталғанда техникалық. Жаңағы табиғаттан алыста, мысалы сен қалада тұрсың, 5-ші этаж, 10-ші этаж, сен табиғаттан алысың. Білмейсің, сезінбейсің. Одан кейін сен Құдайдан ажырадың деген сөз бұл. Сондықтан тәңіризмді біздің ғана дінімізде болмайды. Қазір оның орнына отырықшы заманда ислам келді. Ислам өз Құранымен келді, пайғамбарымен келді, өзінің шариғатымен келді. Ол дұрыс бізге қазір. Отырықшы біз қалада тұрған адамдарға жаны жағын жаршылыққа дүние толып тұрғанда тәңіризм дін бола алмайды бізге. Ол өткен заманды сен қайтап әкеле алмайсың. Сондықтан тәңіризм мен исламға ешқашан қарама-қарсы қоюға болмайды. Тәңіризм өзінің заманның сатысы бізге ырым берді, мінез берді, біздің сомдады, салт дәстүрімізді қалыптастырды, дұрыс. Енді мына исламға келгенде ол қарама-қарсы емес, оларға жалғасып кетеді. Бірімен бірі үйлесіп, синтез дейді ғой. Сондықтан осы мәселені түсінбей қарама-қарсы ой бар. Тіпті тәңіризм қайта-қайтамыз деген әңгіме, ол енді білмеймін, мен ол адамдарды қатты қателесіп жүр деп ойлаймын. Олардың бәрі оқымаған азаматтар емес, бәрінің диплом бар, ақылды адамдар. Бірақ ол ана Құдайды жаратылысын олай бөлуге болмайды. Алла тағала өзі жасағанда алдында тәңірлік бер, Қытай болсын, Япон бәрі тәңіризм. Одан кейін біртіндеп жаңағы жазба діндерге көшті, жазба діндерге. Бұл заңдылық. Сен бұрын жаяу жүрген екен, немесе атпен жүрген екен деп қазір машинамен жүрсең, екі бөлек нәрсе ғой. Сол сияқты діндегі өзгеріс сондай, ол Алланың ісі деп қарау керек. Пайғамбар неге жіберіп отыр? Құран неге жіберіп отыр? Заман өзгерді, сен де өзгер деп жіберіп отыр. Оны мойындамай, жоқ біз баяғы шығысқан замандағыдай боламыз десек, ол түсінбегендік болады. Енді мына Әуезовтің Абайдың діні сыншыл ақылдың шартты діні дейді ғой. Сонда бұл сыншыл ақылдың шартты деген қалай сонда? Сыншыл ақыл деген ол біріншіден советтік идеологиясында басқаша айтуға болмаушы еді. Солай деп келтірген ғой. Екіншісі сыншыл деген жаңа Абай Шәкәрімнің сынап, молдаларды, қожаларды бәрін сынап айтқандарын сыншыл ақыл деп. Абай неге сынап отыр? Абай дінді сынап отырған жоқ. Діннің ұстану дұрыс емес. Сыртын ғана ұстап қалдыңдар, қарасың, ішінде неге қарамайсыңдар деген мағынада айтып отыр. Сыншыл ақыл деген сондай мағынада айтып отыр. Дін ол қай уақытта да дін қала береді. Ішкі мазмұны өзгермейді, сырты өзгереді. Неге? Себебі әрбір халық өзіне бейімдеп ұстағысы келеді. Сол дұрыс та. Біз қазақ өзіміздің дініміз исламның бір түрі деп айтуға болады. Себебі біз бұрынғы тәңіризмге келе жатқан салтымызды тастағымыз келмейді, тастамаймыз да, әр уақыт сыйлаймыз. Ол мына ислам шариғатына қарсы болып тұрған жоқ. Не нәрсеге түседі, мейіріммен, не нәрсеге түседі, әділетпен қарасаң, сол мұсылмандық. Кейбір кісілер Абай Шәкәрім софы болған деп, софылық ұстанған деп айтады, осы туралы қалай көзқарасыңыз? Ол ондай адамдар өзі үнемі өсу үстінде болады, кәмелет. Өсе береді, софылыққа дейін жетеді. Ол еріксіз жетесің сен. Ішкі тазарғанда
олар өзін сопымы деп айтпаса да, шын мәнінде олар сопы болып отыр. Неге? Тазарған адам, ақылы, төменгі сұяқтөктен бастап көтеріліп, таудың үстіне шыққаннан сен бәрін көріп тұрасың, қайдан түспейсің ғой төменге. Сондықтан сопы да дәруіште ол не нәрсе ғой, шартты нәрсе. Абайда тіпті әлгі ораза ұстап таза сыртқы бейнесі сопы болмаса да, ішкі жағынан ол сопы деп болады. Себебі Тастиқ деген трактат жазған, ол нағыз хакім, нағыз кемел адам. Мұсылмандық не екенін өзі біліп, бізге айтып отырған адам. Олар әрине сопы деуге толық болады. Бірақ ана өзін алғашқы қара сөз жазған кезде айтады ғой, сопылық қылып дін бағу деп. Оған менің ортам жарамайды деп айтады. Жарайды, бірақ ол кісі сол миллионның арасында суырылып шығып отыр. Неге? Потому что ойы ғұламалық күшті болғандықтан шықты. Мұқым адамзаттың ұстазы болып шығып отыр. Бірақ сол кездегі сол қалыпта ол мүмкін емес нәрсе жалпы. Мен болам десең де бола алмайсың. Енді Абай ол жай адам емес қой. Абай көтерілді, ол хакім болды. Хакім деген ол рухани, діннің рухани жағын жақсы білетін адам. Ол мына 5 уақыт намаз деген ол кісіге шарт емес білді. Ол қарапайым адамдарға арналған. Кейбір кісілер Абай намаз оқымаған, кейде жас кезінде оққан, дұрыс. оқымаған деп айтты. Сонда осы намаз негізі оққан бұл кісі? Ол кісі өте оққан, медресе оққан адамдар, онда өте грамота дейміз ғой, таза оқиды ана. Ол намаз дұрыс оқымаған сынайды, ғабырал деген. Анау намаз қыл ғапыл дейді, тек күшіп жатыр дейді. Не? Намаз оққан түбін түсіріп оққан ғой олар, жақсы білген. Бірақ айтып отырмын, келе-келе өскенде санасы 40-қа келді, білден азайта бастайды сәждені. Одан кейін 50-ге таққанда қойып та кетеді мысалы үшін. Себебі оның қақысы бар сөйтуге. Ол рухани тазарғаннан кейін, жүрек тазарғаннан кейін, оның құлшылығы жүрек арқылы. Қағазға жазып отыр, саған ұқтырып. Оны қоя тұрып, мен намазымды оқып алайыншы демейді. Себебі мынау маңыздырақ. Миллиондаған адамға сен ақыл айтып отырсың. Сен ана тылсыммен байланысып, соны қағазға түсіріп отырсың. Одан асқан құлшылық жоқ. Сондықтан, мына намазы, басқа бір намазын оқып жатыр, ол бұнымен артық бола алмайды. Мәселе ішкі тазарда болып тұр. Бізде енді қазір мысалы Абай ол енді хакім ғой, бірақ ол пайғамбар мысалы намаз оққан дейді, намазды басты парыз қылған мысалы исламда. Сонда ол неге ол намаз оқымаған деген сондай, ол неге оқымады екен деген сондай түсінік бар ғой. Түсіріп отырған ұстаз ретінде Мұхаммед пайғамбар мәселен ол 5 жасқа емес, оған 20-40-қа дейін оқи берген. Себебі оған сондай миссия түскен, пәрмен түскен. Сен осы намазды халыққа жеткізуге оқыту керек. Сондықтан ол өзінің барлық дене қуаты сол намазға арнап сондай. Абайға оны ешқандай керек емес сондай. Ол өз Құдайды танып біліп тұрған, оның миссиясы намазды үйрету емес қой Абайдікі. Абайдың арада миссия өз мақсаты бар ғой. Абайдың мақсаты адам болуды үйрету. Қазақта бір деңгейге алып шығу, бүкіл ұлтты көтеріп алу. Сондықтан ол намаз боларда қажет емес. Оған керек жаңағы қара сөздерін жазып. Бірақ енді ол Абайдана жаңағы көптің қамын әуелден Тәңір ойлаған деп айтады ғой. Сонда енді ол көпке пайда тигізіп ол да ғибадат қой. Ғибадаттың түрі сол. Енді жаңағы шәкәрім айтады ғой, өзімшіл болма. Иә. Өзімшіл болма, көпті ардақта. Көпті ардақта деймін. Көпті ардақтан адамның бәрі өз халқың. Адамның бәрі өз халқың. Сен оны бөлмей, алаламай, анау кедей, анау бай демей, бәріне бірдей қара біріншіден. Бұл Алланың бұйрығы, заңы ол солай. Махаббатын қара. Пайдаға тигізуге тырыс. Өзіңе бірінші пайда, өзіңе насып етсе, көршің одан ары тигізе бір пайданы. Ол қалай тигізесің? Ол адал еңбекпен тигізесің, немесе ғылым арқылы тигізесің. Қазіргі заманда ғылыммен айналысқан адам, ол қоғамға өте керек адам. Потому что мыңдаған адамдар. Сен бір нәрсені ойлап табасың, бір дәріні. Пәленбай мың адам жазып шығасың. Сондықтан сол құлшылығы оның. Ол өз ана қара сөзінде айтады ғой, адамдардың жақсы адамдарға пайдалысы деген хадисті келтіреді ғой. Сонда ол көпке пайда келтіру, ол соны адамның жақсы істеген адамды пайғамбар да айтқан хадисте бәрінде бар. Ол бұл ақиқат енді. Ол Абай ойлап тауып отырған жоқ. Сондықтан ана бірақ сонымен қатар дейді, діннің ана сыртқы формасын ұстасаң, ол тіпті жақсы. Неге? Себебі
сол дін арқылы бүкіл бұқара жақсы болып келе жатыр дегендей. Жақсы болсаң, жақсы бәрін тегістеп айтады ғой. Ол керек емес демейді, абай никогда айтпайды. Шама келгіш ұста мешітке бару керек, ол парыз. Ол қазаққа не берді? Мысалы үшін 90 жылдары біз дінге қайтадан бет бұрып, атеизм заманы дінге келгенде арақ ішу, шарап ішу бізде масқара етік алып кетті ғой. Тойда бәрі жапа-тармағай ішіп, құлап үйдірін жете алмай жатады. 90-жылдан кейін үлкен өзгеріс немене? Үлкендерді қояды, жастар қоя бастады. Қазір жастар азайды. Жас буын арақсыз өсіп келеді. Бұрынғы совет кезінен келгендер ғана көбіне мысалы. Ол исламның бір үлкен көмегі қазаққа берген. Айтпағанда біз якуттан артық емеспіз. Басқа көп халықтар бар ғой, орыстың өзі. Отар болған. Жоқ, отар болмаса да арақты шыға алмай жүр. Екіншіден демография, мұны әлемдік ғалымдар айтады. Демография мұсылман ұстап тұр. Бүкіл әлемдік демография. Мынау христиандардың бәрі 2 бала, 3 баламен отырып қалды, қалаға көшті ғой. Басқа халықтар бәрі азайып кетті де, мұсылмандар ғана азаймай тұр, сан жағынан. Себебі мұсылманда ол не етеді? Жаңағы аборт, беткелдегі айырылысу, ажырасу, некесіздігінің анадайдың бәріне шариғатқа жарамайды. Қиып отырады, дұрсып отырады. Көп бала. Жұдырықтап отырады. Бала болсын дейді, көп бала болсын. Міне ислам қазаққа не керек? Ислам не береді деген? Осы екі мәселені шешіп тұрмын. Біріншіден арақ шарапты қойдық қазақ. Екіншіден мына бала туды. Демографияны біз аны европалық сияқты емеспіз. Кішкене болса да әлдің 4-5 бала бар. Егер де ислам нығып берік орнай бастаса, бұл қалып ұстанып қалады. Бала көп азаймайды. Егер біз оны айырылықпасақ, батысшыл ба бәлгі. Онда 1-2 баламен халық азая бастайды, төмен кетеміз. Афғанстан, Индиялар көбейе береді, біз азая береміз. Түбінде сол Құдайдың жолында жүрген халық озады, айналып келгенде. Енді бір сұрақ, ислам қазаққа керек пе деген? Ислам, жаңа мен осыған жауап беріп беретін, исламның керектігі ол жаңа тәңірліктер ескіп қалғандықтан. Ол тәңірлікті жандандырамыз, тіртеміз деген ол бос әуре ол. Тарихтар қайтадан алып келген, бұл болмайды нәрсе. Ислам сол тәңірлік екеуін қосындысы болу керек біз. Солай болып та келді. Ясауи неге бізге дінді таратты? Сол тәңірлікпен исламды қосып таратты ол бірге. Содан кейін ешқандай соғысы болған жоқ, дұрыс дегенде қабылдадық. Осы ясауи түркі халықтарына? Иә, түркі халықтарына тәңіризм элементтерімен бірге берді. Тәңіризм деген айтып отырмын, бұл ұлттық салт дәстүр. Ол дін мен дәстүрді бөліп тастаған жоқ. Қазіргі кейінгі уақип салафизмдер ол дін мен дәстүр бөліп тастағысы келеді, бөліп. Мынау дәстүр жарамайды, бұрынғы керек емес. Только дін таза біздікі деп. Дінмен ғана жүргісі келеді. Ол кейбір ол елдерге жарайды, араб тілді мемлекеттерге, басқа мемлекеттерге жарамайды. Орта Азия бізге келмейді. Мысалы, Иран не үшін бөлініп кетті? Бәріміз сүннит болуымыз керек, ол шиит болып шыға келді. Себебі ол дәстүрінен айырылғысы келген жоқ. Сол заманда 10-шы ғасырда. Біз өз дәстүріміз бар, ұстанамыз деді, шиитпіз деп әдейі бұрып шиит қылды өздерін. Ал енді қазір сүннет пен шиитті көр, екі жау нағыз, екі дұшпан болып тұр. Түкке тұрмайтын нәрсе ол, жаңағы сыртқы формаға бола бөлініп қалды. Сол сияқты қазақта дәстүрден айырылып қалса, не қазақ емес, не татар емес, не араб емес. Қаласын, ол жалғыз дінмен алып шыға алмайды, болмайды. Дін деген ол тәрбиемен бірге жүретін нәрсе. Сондықтан қазаққа не берді дегенде ислам ол жаңағы рұқсатын берді. Тәңірлік пен ислам бірге деген рұқсат, сол ясауидің ілімі. Себебі бәрі жүрекке байланысты. Құдай жүрегіңе ғана қарайды, сен ғана неңе қарамайды басқа. Мемлекетіңе, жолыңа, бәлен бай ұшып жатқаныңа, халыққа бір жағдай жасағаныңа бәрі керек емес. Сондықтан ислам берген сол тәңірлік дінімізді қалдырды бізбен бірге. Екіншіден жаңағы демографияны сақтап қалды. Жаңа демографияны. Үшіншіден мұны отарлау кезінде отарланып кетуші едік бізді. Иванов Петров болып. Ислам діні жаман жақсы болсын, татардың болдылар, қазақтың болдылар, айтауыр дінді ұстап тұрды. Адамның зиратын қалай жерлеу керек бар. Ол ислам кірмеген ұстай алмағандар, ұсақ халықтар, Сібірдің халықтар қазір орыстанып кетті. Бұрынғы тәңірлік дінмен олар алысқа бара алмады.
Сондықтан көрініп тұрған нәрсе ғой, ислам неменен бер деген. Біз әлемдік өркениетке ислам арқылы жетіп отырмыз. Одан ешқашанда айырылмау керек. Жабысып. Себебі ислам әлемдік дін. Әлемдік дін. Бірақ қазір енді әлем исламға көбінесе ислам терроризм, ислам ол мұны кейінгі недер жатағымдар бұзды. Оны көп әдейі саясатпен, мысалы үшін Еуропаны ағылшындардың мықты ғалымдары істеген недер ғой, тастап отырады. Сонда әдейі бүйтіп. Мынандай идеологияны бөліктетіп. Одан кейін оны ұқпағандар біріміз соғыса кетеді, төбелесе кетеді. Негізінде ислам өзі бейбітшіліктің діні, махаббат пен әділеттің діні деп мойындалған. Себебі онда аят сүреді ғой, бәрі соны айтып тұр. Ол сырттан келіп жау шығару, жаңа Сирияны бүлдірді, Иран, Иракты бүлдіру, ол әлемдік саясаттың бір бөлігі ол. Саясат солай екен деп енді өздеріңді өзіңді лақтырып тастасаң, менсінбесең, мешітке бармасаң, онымен жақсылық болмайды. Енді Абайдың мына дінге деген көзқарасын сүрткі осы толық адам ілім бар, осы да дінге байланысты ғой негізі, дінмен байланысты. Бұл мені келесі тақырыбымыз иман болса, сол иман кезінде айтамыз. Бұл діннің ішкі мазмұны иман болғандықтан, жаңа толық адам деген кез келген адамдық саты ол иманға байланысты болады. Иманның деңгейі бітті. Сенің иман деңгейің төмен болса, сен ғапыл адамсың, енді ғапыл адам, түк ойланбайтын. Одан жоғары сатысында болсаң, сен адамсың, одан жоғары сатысында толық адамсың. Иманның деңгейі. Соған байланысты айтады. Осымен. Енді осылай дін туралы Абайдың айтқандары мен Шәкәрімнің айтқандарымен шектелгенде осы айтқанымыз жететін сияқты. Оның бәрін көп айтып халықтың басын қатыра беруге болмайды. Абай атамыз дінді өте жақсы біліп, соны түсіндіріп кеткеннен біз алғыста болуымыз керек осы. Ол кісі болмаса, мен де басқа да дін екен біле алмай жүр едік басымызға. Себебі арабтардың имамдары, одан кітаптар басқаша айтуы мүмкін. Басқа алатын жер жоқ. Біздің рухани ұстазымыз, көшбасшымыз Абай түсіндіріп айтып кеткеніне біз қазақ халқы мыңда бір алғыс айтуымыз керек. Ол бәрін айтып кеткен. Дін деген мынау, іші мынау, сырты мынау, бұлай деп болды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Амандықта жолығайық.